Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайындағы қытырлақ шипси дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі тез дайындалады. Қалауымызға қарай картошка аламыз және оның сыртын тазалап, осылай жұқа етіп кескішпен, я болмаса арнайы теркінің өткізгішімен өткізсеңіздер болады. Жұқа етіп және туралған картошкамызды салқын суға жуып тазалап аламыз. Қайнап тұрған ыстық суға дәміне қарап тұз салып, осы картошкамызды 3 минут қайнатып аламыз. Қайнап болғасын дереу алып, оны салқын суға шайып аламыз және арнайы сүлгіге қойып, кептіріп, суынан құрғатып аламыз. Құрғаған картошкамызға осылай жүгері крахмалын сеуіп, жақсылап араластырып, қызып тұрған майға бір-біреулеп салып, сарғыш татқанға дейін қуырамыз. Біздің шипсиіміз дайын. Енді осы шипсиімізға дәмдеуіштер қосып, жей берулеріңізге болады. Ас болсын баршаңызға.